Балалар, бүгін біз әдебиеттік оқу пәнінен судың пайдасы тақырыбымен танысамыз. Бүгін сендер кейіпкерге хат жазасыңдар. Ең алдымен мына жұмбақтарды шешіп алайық. Жылт-жылт еткен, жылғадан өткен. Ол не, балалар? Әрине, су. Тырсылдап түседі, жер бетіне жетеді. Жер бетіне жеткен соң ғайып болып кетеді. Балалар, жерге не тырсылдап түсетін еді? Иә, бұршақ. Отқа жанбас, суға батпас. Жауабы мұз. Мамықтай ұлпа, қантай ақ. Қыста жер бетін басады, жазда тауға қашады. Жазды күні таудың басында не тұратын еді? Иә, қар. Балалар, бүгін біз суыр сұңқар, су қайда ертегісімен танысатын боламыз. Ең алдымен ертегіні мұқият тыңдап алайық. Ерте заманда сиыр сызылған кербез, суырла шапқан жүйрік болыпты. Әрі азған тәкаппар мақтаншақ та екен. Бір күні әлгі сиыр атпен ерегесіп қалып, екеуі жарысқа түсуге уәде байласады. Бұрынғы өткен жарыстардың бәрінде сиыр бәйге бермейді екен. Осы жолы аттан да озып, төрт аяқты жануарлардың арасындағы ең жүйрігі деген атаққа бір жола ие болуды мақсат етеді. Көмбеге төреші болып арыстан келеді. Бәстің жайын ұққан соң ат пен сиырды бір күншілік жолға жолбарыс айдап барып, екеуін қатар тұрғызып қояды да кері қайтуға ақырып белгі береді. Құйрығын көкке шаншып алып, танауы пысылдап, сиыр дегеннен-ақ қарасын үзіп, зулай жөнеледі. Сиырдың соңында желдей жүйткіп, ат шауып келе жатады. Жол ортасында оларға сусын беру үшін суыр тосып тұрады. Бір кезде оза шауып, елірген сиыр суырға жетіп келеді де, «Суыр сасық, су қайда?» дейді. Сиырдың тәкаппары мінезіне ренжіп қалған суыр, «Сиыр сасық, су мында» деп сасып, борсып кеткен лай суды ұстата салады. Шөлдеп келе жатқан сиыр судың қандай екеніне қарамастан сіміріп жібереді де, одан әрі қарай шапқылай жөнеледі. Әрі беріден соң суырдың қасына шөлдеп ат келеді. «Суыр сұңқар, су қайда?» дейді еркелетіп. «Жылқы тұлпар, су мында» деп суыр мөлдір, тұнық суды атқа ұстата береді. Таза тұнық суға қанып алған ат бойына тың қуат қосылғандай болып, қостай ұшып, самғай жөнеледі. Сасық, лай су кедесін алып қалған сиыр онша ұзап кете алмайды да, 2-3 қырда асқан соң, ат қуып жетіп жанына желдей жүйткіп өте шығады. Содан көмбеге бірінші болып жетеді. Содан бері жылқы 4 аяқты жануарлардың ішіндегі жүйрігі болып қалыпты. Кеудесін лай, сасық су алып қалған сиыр содан бері шабандап жүгіре алмайтын күйге түскен екен. Сиырдың жатқан кезде ыңырана күрсінетіні өзінің астамшылық етіп, суырға айтқан дөрекі сөзіне күні бүгінге дейін өкінгені екен деседі. Сонда балалар, сиыр өзінің тәкаппар, мақтаншақ мінезі үшін осы жарыста жеңіліс тапқан екен. Сонда адамдар да ешқашанда өзін басқалардан жоғары санамай, мақтаншақ болмауы қажет екен. Енді сендерге тапсырма. Осы ертегінің кейіпкері сиырға ақыл кеңесіңді айтып, хат жазуларың керек.